Oş жерде kanlarыңды судай шашып, kuzgun kargalarga жем kılamız. Batırlarыңның басын айза қылып, ұлдарыңды құл, қыздарыңды күң етеміз. Керей, інімнің қаны сенің мойнында. Қанға қан, шық жекпе-жекке. Mene balam, қырағың дайын болды. Қандай әдемі. Әке, өзім ұшырайыншы. Жарайды, ала қой. Кез келген халыққа бәрінен бұрын асқақ рух керек. Ал қазақтың ұлттық рухы оның ерлігінде жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев. Ал мен алтын кездік тауып алдым. Қане, бері тұршы көрейін. Жоқ, бұл менікі. Қызғаншақ, бермеймін. Бұны мен таптым. Бер дедім мен саған. Сенікі емес. Бұл не жарық? Жаңа кездік қайда? Міне қызық, қайда жоғалып кетті? Төртеу түгел болса төбедегі келет, алтау ала болса ауыздағы кетет деген осы. Бекер таластыңдар. Ата, жаңа ғана мына ескерткіш нұр шашқандай болды. Байқамадыңыз ба? Сонда бұл кісілер кімдер? Балалар, бұл қазақ мемлекетінің негізін қалаған, ұлтымыздың әділетті де батыр хандары, Керей мен Жәнібек. Ата, олар жөнінде айтып беріңізші. Жарайды айтайын. Сонау 15 ғасырдың басында Алтын Орда ыдырап, бір бөлігін Жошының ұрпақтары билеп тұрды. Благодарствуем вам, Барак-хан. Мы передадим ваше послание нашему князю. Сіздің жолдауыңызды жеткіземін дейді, хан ием. Халықтан шағым түсті. Орда маңында қарақшылар пайда болыпты. Тездетіп жасақ жіберіп, оларды құрықтау керек. Жібек жолы бойындағы керуендерді қорғауды мықтап тапсыр. Орындаймыз. Мәртебелі хан ием, ұлы ұстаз шұғыл хабармен қабылдауыңызды сұрайды. Кірсін. Хан ием, аспан әлемінен үрейлі хабар әкелдім. Айта бер, ұстаз. 77 жылда бір келетін құйрықты жұлдыз көрінді. Ол жер бетіне әсер етпей қоймайды. Қара күштер оянуы мүмкін. Сақтық жасаңыз. Болат, бауырым, ру басыларын таңбалы тасқа жина. Бірлігімізді бекемдеп алатын кез келді. Керей мен Жәнібекте барсын. Қазірден бастап ел өміріне араласа берсін. Орындаймыз.
Ой, осы тас атудан жалықтым. Соны айтса шыдамым таусылды. Бұған не дейсің, Жәнібек? Сол да сөз бе, Керей? Көрдің бе? Мен саған одан зорын көрсетейін. Үлкен құмыраға қараш. Кәне. Байқамай қалдым, кешіріңіз. Батыр аға, сақпан атуды, сойылдасуды үйреттіңіз. Енді қылыштасуды үйренсек? Алдымен атуды үйреніңдер. Біз садақ тартып нысанаға тигізуді білеміз. Қалай? Ол қозғалмайтын нәрсе. Сендер қашқанға тигізіп, атқаннан бұлтаруды үйреніңдер. Сонда тышқан атамыз ба? Барақ хан таңбалы тастың басына жиналуды тапсырды. Мұнда не болады? Бұл қандай тас? Бұл елдің бірлігін айқындайтын қасиетті тас. Әр рудың басшылары өз таңбаларын осы тасқа қою керек. Егер таңбалар түгел болса, ортадағы шаңырақтан нұр төгіледі. Ол нұр елдің бірлігінің тұтастығының белгісі. Уа, игі жақсылар! Жау айтып келмейді. Сақтансаң сақтайым деген. Қасиетті жерде бірлігімізді айқындап алайық. Қане, таңбалы тастарды қойыңдар. Неге нұр төгілмеді? Қарабектің таңбасы қойылмады. Өзде көрінбейді. Қайда жүр өзі? Болат Сұлтан, сен не дейсің? Ол неге келмеген? Хан ием, Қарабектің келмегені ел бірлігін жақтамағаны ғой. Онсыз нес, Қарабектен ондайды күтпеген едік. Іштен шыққан жау жаман. Әйтеуір арамызға ірткі түспесін. Құйрықты жұлдыз көрінгенде қара күштер бас көтереді. Солардың ісі болмаса жарар еді. Ал біз ұрпаққа бірлікті мұра етіп қалдыруымыз керек. Онсыз болашағымыз қараңғы. Ендігі жерде бірлік үшін күресеміз. Батыр ата, енді не болады екен? Қарабек деген кім? Аттарың даяр ма? Е, кеше ғана тайыма бас білдірдім. Енді менің тайымды үйрету керек. Барыңдар онда. Тез. Эй, Қарабек, Қарабек. Келе бер. Бұл халықты бір-біріне жау етіп, өз қолыммен жойып жіберем. Менің айтқаныммен жүрсең билікке де, байлыққа да жетесің, Қарабек. Бұл саған таңбалы тасқа бармағаның үшін сыйладым. Bir тамшысын ішкен адам қасиетінен айырылады. Өз жақынына жау болады. Әбілқайырды таққа отырғыз. Ол да менің айтқаныммен жүретін болсын. Тақта Барақ хан отыр емес пе? Оның көзін жой. Ал аузынан сүті кетпеген Керей мен Жәнібектің жарасы жеңіл. Ләкбай тақсыр.